Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Қарлығаш. Сіздермен ашытып жасалатын мантының рецептімен бөліскім келеді. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кеттіңіздер. Бұл мантының аталуы әр жақта әрқалай атайды. Бізде болдырған манты дейді, кейбір жақта дрожжевой манты дейді. Бұл мантының аталуы әр басқа болғанымен өте дәмді болып піседі. Ең алдымен бізге жылы суға 2 шай қасық тұзды, 1 шай қасық қант салып араластырып, және кішкентай кесемен 1 кесе сұйық май қосамыз. Бәрін дұрыстап араластырып аламыз. Тұзы дұрыстап еру керек. Сосын үлкен ас қасықпен дрожжи салып дұрыстап араластырамыз. Сосын мөлшеріне қарай ұнды салып сұйықтау қылып бірінші илеп аламыз. Менің видеомдағыдай қамырды илеңіздер. Сонда қамыры тез көтеріледі. Піскенде жұмсақ болып пісетін болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Міне ақырындап қоюлата бастаймыз міне қамырымызды. Қатты илеп жібермеңіздер, күштеріңізді салып. Бостау қылып илеңіздер. Міне мен ашытуға жібердім. Тез көтерілетін болады, және салмасына кірісеміз. Міне 500 грамм фарш, 4 картошка, жусай қосып, бәрін турап алдық. 1 ас қасықтай тұз салып, бұрыш салып, сұйық май қосып, бәрін араластырамыз. Және қамырымызды осындай бөліктерге бөліп аламыз. Бәрі біркелкі болу керек. Түйе бастаймыз. Осылай менің видеомдағыдай түйеңіздер, өте әдемі болып шығады. Бірі үлкен, бірі кішкентай болса да, піскенде бәрі біркелкі болып көрінеді. Сіздер де менің видеомдағыдай манты жасасаңыздар болады. Жанұяларыңызды осылай манты жасап қуантсаңыздар, өте дәмді, өте көздің жауын алатындай, өте сочный болып манты пісіп шығады. Осылай әртүрлі тұздықтар жасап бетіне салсаңыздар да болады. Әр жақта әрқалай жасайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Манты өте дәмді болып шығады.